Күшігім? Күшігім? Сәлем, балалар. Күшікті көрмедіңдер ме? Күшігім? Қайдасың? Күшігім? Қайдасың, күшігім? Мен мұндамын. Күшігім, сені іздемеген жерім жоқ. Қайда жүрсің? Әкетай, мен жай жасырынбақ ойнайын деген едім. Жарайды. Күшік, біз бүгін тағы бір көлік түрімен танысамыз. Я, әкетай, ой көлік? Жеңіл көлік. Жеңіл көлік? Оның салмағы жеңіл ме сонда? Жоқ, балам. Ол жылдам жүретін және 4-5 жолаушыны ғана тасымалдай алатын шағын көлік. Ол өзге көліктерге қарағанда өте ыңғайлы. Қазір, әкетай, мен ғаламтордан оның суретін іздеп көрейін. Мінекей. Балалар, жеңіл көліктің негізгі бөліктерін айтып өтейін. Оның 4 дөңгелегі, шанағы, қосшы, моторы, 4 есігі және рөлі болады. Жеңіл көліктің ішінде ыңғайлы орындықтары да бар. Сонымен қатар, оның жүк салғышына түрлі сөмкелер мен қажетті заттарды салуға болады. Алақай, қандай та? Марғау, сәлем. Сенде бәрі дұрыс па? Сәлем, досым. Мяу, ауылдың шетіндегі үлкен бақшаға барып шие теріп едім. Шелектерім толып, ауып кетті. Енді соны үйге қалай жеткізерімді білмей тұрмын. Алақай, таптым. Мен білемін. О, не ойладың? Айтшы. Бізге жеңіл көлік көмектеседі. Міне, қарашы, досым. Біз онымен барып, шиелерді алып қайтамыз. Сөйтіп, тәтті тосап жасап жейміз. Қандай тамаша. Ендеше тездетейік.